Бүгін мен көңіл күйім болмай әрі отырдым, бері отырдым. Не істесем екен, көңіл күйімді қалай көтерсем екен деп ұзақ ойланғаннан кейін, опа дедім, клубника в шоколаде жасаймын дедім да, базарға қарай кетіп қалдым. Сөйтіп оптовкаға аман есен келгеннен кейін заттарын ана жерден мына жерден іздестіріп, әйтеуір сол жерлерден сатып алдым. Үйге келгеннен кейінгі бұл распаковка. Арахис па, дән ба, сондай бірдеңе, сосын екі түрлі қап-қара шоколад, жүрек посыпка алдым, және клубника, сосын андай коробка. Ал енді клубника в шоколаде жасаймыз. Ең алдымен клубникаларымызды 15 рет жуып аламыз. Неше рет жудық, сонша рет кептіреміз салфетканың көмегімен, дәл осылай. Өзім бет жуып болғаннан кейін негізі салфеткамен бетімді сүртем, сол құсап, мына клубникалардың да қай жері артық менен деп, бұлардың да беттерін салфеткамен сүрттім. Фигурасы 200 теңгеге ұқсаған шоколадтарымызды осылай кружкаға салып аламыз. Бұлар жаңа далада тоңып келді ғой деп микроволновкаға салып осылай жылытып аламыз. Құлпынайларымызды тіс шұқитын ағашқа қадап осылай шоколадпен құшақтастырамыз. Негізі менде андай пергаментный қағазым таусылып қапты, сөйтіп мынандай тарелкаларға қойып шыққанмын ғой. Мә, соңында қазір көресіңдер не болғанын. Айтпақшы, оларға әдемілеп сурет салуды да ұмытқан жоқпын. Осылай полоска қылдым, сосын мынандай посыпка бар ғой, жүрек соны септім, орехымды септім, әйтеуір бірдеңе қылдым. Клубникаларымды холодильникке отпускаға жібергеннен кейін осылай коробкасының сыртындағы әдемілеп жасап алдым. Бұларды жақсылап демалып кеуіп шыққаннан кейін осы коробкама салайын дедім. Ең алдымен осындай бірдеме керек. Мынау менде кекс салатын не ғой, негізі мынандай капсула дейді екен ғой. Бұндай сатып алған жоқпын енді. Бұл үйдегі. Ал енді клубникамды салайын деп алып қалсам, алынбайды мына жерде. Ойбай деп түрім бұзылып кетті. Сонымен қой деп мынаны да көрейін деп, ол да алынбайды. Қой құрсын, енді не істеймін дедім да. Қой деп қасықтың көмегіне жүгіндім. Сөйтіп қасықпен бүйтіп алып қалсам, шоколадым деген тарелкама жабысып қапты. Ойбу дедім да, осындай банағы кекстің нелері бар ғой, формалары, соған салып шықтым. Ал енді бізде дегустация ең бірінші ұлыма. Ұлым осылай деген қарап отыр ғой, мені аңдып, екі көзі менде. Сосын бізде бір қызық болды, мына жерде мен үйдегілерге беріп жатырмын, шоколадтар еріп жатыр, тез жеп қойыңдар деп. Мына жерде мен фонды құртып, қайта мына жерден еңкейіп жатқанымды қарашы. Мен енді ұлымнан сұрап жатырмын, қалай болыпты, күшті болыпты ма десем, бірінші сұқ саусағын көрсетеді, содан кейін бас бармағын көрсетеді ғой. Ал енді өзім дәмін көрейін дедім. Өзім бірінші рет жасап тұрмын ғой енді. Күштісін ай деп, анаусынан да мынаусынан да дәмін көрдім. Күшті болыпты. Заказбен жасайтындардан кем болмаған ғой. Ал сіздер үй жағдайында жасап көрдіңіздер ме? Қалай шықты? Комментарийға өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз.